Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін біз сіздермен қызықты деректер күні аясында кезекті ғылыми тәжірибемізді өткіземіз. Ғылыми тәжірибеміздің аты түрлі түсті жалын. Бізге ол үшін керек мына алдымызда тұр дайын заттар. Ең бірінші спирт ерітіндісі, одан кейінгі осы химиялық үш зат. Осы химиялық үш заттың көмегімен химиялық реакция жанған кезде жалынның түсі әртүрлі түске өзгереді. Ең бірінші химиялық қоспамыздың аты хлорид стронций. Ол қызғылт түске енгізеді. Екіншісі мысты купароз. Ол көк жасыл түске енгізеді. Және де ең соңғы бор қышқылы, ол жасыл түске енгізеді. Енді достар, тәжірибемізге көшейік. Қараңыздар. Міне достар, тәжірибеміз соңына жетті. Тәжірибеміз өте қызықты болды деген ойдамын. Мен өзіме қатты ұнады. Жалындардың қалай түрлі түсті күйге енгені өте қызықты болды. Егер де сіздерге осындай тәжірибелер өткізу қызықты болса, онда сіздердің назарларыңызды келесі кітаптарға аударамын. Рахмет.